Қыздар, сесі шайларың ішіңдер. Барып тістерін жуыңдар. Әйтпесе таңертең ұйықтап қаласыңдар. Біз әңгімелесіп отырмыз ғой, тоқтасай. Хорошо, давай қыздар, бара берейін, қазір келемін. Ал мен болса, кішкене мамалардың фирменный бір шайларын бір-екі кесесін іше тұрайын. Тоқал аласың ба? Не болды шашалып? Не дедің? Қорқатынды ештеңе айтқан жоқпын, жай тоқал аласың ба дедім. Ешен ауыралтқан жоқ па сенің? Жоқ, сап-саумын. Мен бақыттымын. Бақыттан басын айналайын депті ғой сені. Ұйықтай алмай жатсың ба? Ұйықтап жатырмын. Ойыңа тоқалдардың әртүрлі варианттары кіріп атыр ғой, я? Так, Асима. Сен маған түсіндірші, не отыр сенің басында? Жұмысқа барса бана достардың әңгімесінің бәрі тоқал. Үйде бір демалайын десен, тоже тоқал. Қойындаршы. Жан, мен интернеттен бір статья оқыдым. Так. Бақытты әйел, ол күйеуіне тоқал алып бере алатын әйел дейді. Бақытсыз әйелдің қолынан ол келмейді дейді. Ал мен бақыттымын. Бақытсың ба? Иә. Точно бақытсың ба? Бақытты болсаң жүре берсе енді осылай бақытты болып. Жан, енді біз білмейміз ғой қанша уақыт өмір сүретінімізді. Тірі кезімізде бір-бірімізге жақсылық істеп кетейік дегенім ғой. Бір өлетін адам сияқты сөйлемеші сен. А вдруг? Қумаш. Қызық. Не қызық? Саған алып беретін тоқалдың түрі қандай болады екен, а? Все, короче, я спать. Отбой. Менен әдем болған қалайсың ба? Жоқ, тамақ холодильникте.